Қайырлы күн, қайырлы кеш достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Photoshop бағдарламасында текстпен, мәтінмен және шрифттермен қалай жұмыс жасауға болады, сол туралы көрсетпекшімін. Енді өздеріңіздің Photoshop'тарыңызды ашасыздар версияларын. Photoshop программаларыңызды ашасыздар. Мен мынандай текст дайындап қойдым рабочий столда. Бір кез келген суретті аласыздар. Мен мысалға Мерседестің суретін алдым. Осы жерге мен мына жерге текст жазғым келеді. Кез келген Photoshop'та мынандай Т деген әріппен белгіленген тексттің функция мынандай суреті бар тексттің аламыз. Өзімізге керек соны басамыз. Сол жерге жазамыз. Мысалға мен мына жерде Mercedes Benz AMG GS деген нені жазайын. Жаздым. Копировать етіп жаздым. Енді сіздер өздеріңізге керек кез келген суретке кез келген өздеріңіздің тексттеріңізді қоя аласыз. Енді осы тексттермен біраз жұмыс жасайық. Мысалға, текстті белгілеп алып, мен кез келген түске бере аламын. Қызыл түс қойғым келсе, қызыл түс қоямын. Жасыл, көк, өзіме керекті түстерді бере алады екенмін. Ақ болса ақ, қызыл болса қызыл, көк болса көк, сары болса сары. Негізі дизайнда дизайнерлердің айтуы бойынша, әйгілі дизайнерлердің айтуы бойынша кез келген бір баннер жасаған кезде немесе бір суреттермен жұмыс жасаған кезде негізгі 3 түс болады екен. 3 немесе 4 немесе 2. Сол 3-4 түстен мейлінше барынша бір нәрсе қосқан кезде аспауға тырысу керек екен. Сонда сіздердің дизайндарыңыз сәйкесінше түстерімен сәйкес келіп әдемі шығады. Мысалға, менде негізгі түстер мына жерде машинаның түсі, таудың түсі, и негізгі түстері мына жерде мынау шөптер жатады, шөптің түсі. Енді мен мына жердегі текстімді осы машинаның түсімен алғым келсе, түсті ашқан кезде мынау палитраны, қолымыздағы палитраны кез келген жерге бассақ түс өзгереді. Қарап отырсаңыздар, мысалы мен өзімнің сол суреттегі түстерді точно табу қиын ғой, енді сіз білмейсіз қандай түстің қаншама түрі бар пиксельге байланысты. Сол мысалға мына жерде өзіңізге керек машинаның түсін алуға. Мысалға мен осы машинаның көк түсін аламын. Окей батырмасын басамын. Қарап отырсаңыздар, машинаның бір жеріндегі түсі мен менің шрифтің түсі сәйкес келді. Бұлай қарап тұрсаңыздар әдемі болған сияқты. Енді шрифттерді қалай өзгертеміз? Осы жерде сізге егер сөзіңіз үлкен болса 24, фото жаңағы несін размеріне қоюға болады 14, 48, өзіңізге қалай ыңғайлы. Мен енді 36-ға қояйын. Енді осыны басып көп нәрсе жасасаңыздар болады. Центр бойынша қоюға болады, оң жақ бойынша, сол жақ бойынша. Осы текстімізді біз кез келген шрифтке ауыстырып көрейік. Мысалға, KZ Poster деген шрифтке ауыстырамыз. Мысалға, сіздерде Arial деген шрифтке ауыстырамыз. Көреміз, Arial шрифт. Өздеріңізге ұнаған шрифттерді, егер шрифттеріңіз аз болса, интернеттен небір шрифттің түрлерін көшіріп алып, Windows-тың ішінде панель управления шрифтіге салып, көп шрифттерді орнатып алсаңыз болады. Осы жерде тағы не көрсетейін дегем? Осы жерде мен көрсетейін дегем. Мысалға, қандай шрифт аламыз? Мысалға, қызықты шрифттер көп, әрине. Мысалға, Comic Sans MS деген шрифт маған ұнайды. Осындай шрифтті алады екенмін. Осындай шрифтті қойға болады. Енді өздеріңіз қарап көресіздер, бұл жерде шрифттің түрлері көп. Өзіңізге керек бір ұнаған шрифтті қоясыздар. Енді осы шрифттермен қалай сыртынан көлеңке дейді, немесе сыртынан тағы бір шрифттің түсін қалай қоюға болады. Мысалға, өзіңізге керек мәтінді басып, осы шрифт өзіңізге керек текстті басып, астына басып, обводка дегенді бассаңыз, автоматически сізде обводка қызыл түс болып тұр. Осының түсін өзгертуге болады. Өзіңізге керек түсті қойсаңыз болады, әрине. Көк түс қойсаңыз сырты көк болады, қара қойсаңыз қара болады, жасыл қойсаңыз жасыл болады. Осындай сыртынан қапталады қосымша слоймен. Сары қойсаңыз мысалға сары болады.
Бірақ мен сіздерге ескерткен болатынмын, дизайнда негізі 3-4 цвет болу керек. Сондықтан осы жерде де мен өзіме керек, мысалға таудың түсінің немесе елка темный лау екен, өзі темный цвет алдым, сосын біреуін ашықтау алу керек. Мысалға тауының түсінің цветін алам. Окей. Осылай қарасаңыздар, вроде әдемі сәйкес келген сияқты дизайн бойынша қарасаңыздар. Мерседестің шрифті шөптердің сыртынан қапталған обводкасы дейді ғой. Енді бұл жерде көп нәрсе істеуге болады. Жоғарыда мысалға наны внутри ішінен алуға болады, несін по центрі алуға болады. Негізі снаружи аламыз бізге. И осы жердегі несін бізге азайтуға болады. Непрозрачностьтың жаңа қойған сыртындағы қойған шөптің сөз. Немесе қалындатуға болады. Размерді мысалға үлкейткен сайын сіздерде сыртындағы обводкасы қаңқасы дейді, қалындығы қалындай береді түсі. Сондықтан бізге стандартный 6-ны қояйық. 6 үлкен екен, 4 қояйық, 4 немесе 5 қояйық. 4 қояйық. Осы жерде осындай обводкамен жұмыс жасап көрсеңіздер болады. Біраз қызықты нәрсе. Тағы да не жасауға болады? Перекрытие дейді. Мысалға, осы жерде мына дайын тұрған нелермен де жұмыс жасасаңыз да болады. Узорлармен де. Енді өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарап көресіздер. Burada да непрозрачность, сондай функцияларды қолдануға болады. Мен әрине алып тастаймын. Градиенттермен жұмыс жасауға болады дайын. Мысалға мынандай градиент көріп отырсыздар. Оның да несін прозрачностьмен ойнауға болады. Әртүрлі градиенттерді көруге болады. Наложение цвета көруге болады, бағанағы алғашқы басында көрсеткен түспен. Біз енді дизайн бойынша дизайнның ережесінен алыстамай жұмыс жасаймыз. Обводка. Енді тең қоюға болады, мысалға. Көріп отырсыздар, мысалға осыған тең көлеңке қалай қоюға болады. Мысалға көлеңкені қалындатуға болады түсін. Көлеңкенің түсін мысалға жасыл сары қойып көрейік, сары. Так, непрозрачность 80 болсын. Шум. Бұл жерде енді біз әрине алып тастасақ көрінеді теңмен жұмыс жасап жатқанымыз. Шумды көріп отырсыздар, сары тең пайда болды. Размерін үлкейтуге болады, көріп отырсыздар, 5 қоюға болады. Енді мынаны өзіміздің несін қойып, теңнің размерін үлкейтіп көрейік. Көріп отырсыздар, үлкейіп жатыр, цвет өзгеріп, бір эффект береді. Қарап отырсаңыздар, бұлттан бір тең көлеңке пайда болған сияқты. Осындай нәрсе, қызықты нәрселер жаса. Алып тастайым десеңіздер, алып тастайсыздар, өзінің орнына келеді. Егер осындай эффект жасайым десеңіздер, осындай окей батырмасын бассаңыздар, осындай бізде теңмен қалады екен. Енді тағы не істеуге болады бір шрифттермен? Егер осы шрифттің копиясын алғыларыңыз келсе, осы текстің Alt кнопкасын бастырып, тышқанның сол жағын бастырып, астыға қарай түсірсеңіз, копиясы пайда болады. Alt'ты бастырып тағы түсірсеңіз, тағы копиясы пайда болады. Міне осындай копияны жасауға болады. Енді қызықты нәрсе жасап көрейік осы жерде. Ортасындағы шрифтті размерін кішірейтқім келеді. Или сопайтқым келеді. Трансформатор дейді. Ctrl-T бағдарламасын бассаңыз, сіздерде трансформирование дейді. Осындай белгі пайда болады. Ол белгімен не істеуге болады? Осындай кішірейтіп, үлкейтіп, өзіңізге мысалға бір текстімізді кішірейтейік. Өзіміздің ыңғайымызға қарап принять дейік. Ал бір текстімізді керісінше астындағы шрифт алайық. Осы жердегі шрифтті үлкейтейік керісінше текстті. Принять. Енді қарап отырсаңыздар, бізде әртүрлі шрифттар пайда болды. Тағы осындай жазылған текстпен, мәтінмен тағы не істеуге болады? Мысалға, ортасындағы мәтінді 2 рет басамын. Мына жерде Т деген жоғарыда панельде создание деформированный текст деген батырма бар. Соны бассаңыздар, мына жерде қызық нәрселер жасауға болады. Мысалға, дугой дейді. Бұлайынан жасасаңыздар, көріп отырсаңыздар, біздің текстіміз, қазір мен көрсетем, біздің текстіміз мынандай дуга болды. Мәрістің осындай көріп отырсыздар. Енді осыны маған қатты бұрылып кеткен болатын болса, осының ішіне қайтып кіріп, процентін азайтуыма болады. Мысалға маған 50 плюс 50% емес, ал өзімізге шағындау қып
мысалға бір 25% жасасам, өзімізге керек жерге қояйын, 25% жасайын, окей дейін. Енді мынау қарап отырсаңыздар үлкен болып кетті, сондықтан текстімді кішірейін. Мысалға мен мерстің алдына қойғым келіп тұр. Мына жерде мынау трансформированиенің жақсы жері, өзіңізге углдарын өзіңізге градус бойынша керек жеріңізге бұрып алуыңызға болады. Мысалға тар кішірейтейін шамал, осы жерге мерсті қояйын, текстімді шамал процентін бұрайын. Принять бағдарламасы. Енді қарап отырсаңыздар бір қызықты текст болған сияқты. Осы жерге номерін де өзгертуге болады. Енді өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Осындай тексттермен қызықты нәрселер, өте қызықты нәрселер, көп нәрселер жасауға болады. Не бағана айттым, трансформирование мына жерде тұр. Үстіндегі текстті басып, мына жерде деформировать текстін ішіне кірсеңіз, не бір нәрселер бар. Мысалы, арка бар мынандай. Тағы не істеуге болады. Мына жерде қызық флаг деген нәрсе бар мынандай. Флагым деген. Оны да өзіңізге керек нәрсені әдемілеп, былай окей батырмасаң бассаңыздар, қарап отырсаңыздар, тексттеріңіз қызық жазылды. Былай толқын сияқты, төменге жоғары, төменге жоғары. Міне осындай нәрселер жасауға болады шрифттермен. Алдағы уақытта осындай қызықты тақырыптарға Photoshop'тан қолымнан келгенше түсіруге тырысамын. Егер сізге осы сабақ ұнаса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, ойларыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Егер каналымызға тіркелмесеңіз, ең бастысы каналымызға тіркеліп кетіңіз. Қоңырауша батырмасын басып кетіңіздер. Ағайын, енді келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.